Қазақ тілінде туған тілінде сөйлейтін өзге ұлт өкілі Светлана Александровна Шнайдер Тереңкөл ауданы Тегістік ауылының тумасы. Ол тек қазақ тілін ғана емес, халқымыздың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпында құрметтейді. Бүгінде білім саласында еңбек етіп жүрген Светлана үш тілді жетік меңгерген. Өзінің білімін өскелең ұрпаққа үйретіп келе жатқан жас мұғалім түрлі аудандық, облыстық деңгейдегі сайыстарға қатысып, ауданымыздың намысын қорғап, жүлделі орындарға ие болды. Оқушыларының сүйікті мұғаліміне айналған Светлана әріптестерінің, құрбы жолдастарының арасында өте сыйлы. Өз тілін өгейсітіп жүрген кейбір қарындастарымызға үлгі болар деген ниетпен қазақ тілін жетік меңгерген қарындасымызды көрермендерге таныстыруды жөн көрдік. Мен Тереңкөл ауданы Тегістік ауылында туып өстім. Бұл қазақ ауыл. Сондықтан мені әрқашанда қиналдыратын сұрақтардың бірі, ол ылғи да сұрайтын менен: сіз қазақ тілін қалай үйрендіңіз, қазақ тілін үйренем деушілерге қандай кеңес айтасыз деген сұрақтарды көп қояды. Мен өз басым бұл сұраққа жауап бере алмаймын, себебі мен қазақ ауылында өскендіктен, мен қазаққа ортада қазақ мектебінде білім алып, көршілеріммен, достарыммен қазақ тілінде тілдесіп, қазақ тілі менің ана тіліме айналып кеткен. Жалпы туғалы тек қазақ тілінде сөйлеп өскенмін. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында мемлекеттік тілді білу еліміздің әрбір азаматының парызы деп айтып кетті ғой. Осыған байланысты мен ойлаймын, қазіргі кезде өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілінде сөйлеп жүргеніне таң қалуға ешқандай негіз жоқ. Себебі бұл елдің азаматтары осы елдің мемлекеттік тілінде сөйлеу керек. Сондықтан мен де осыны ұстанамын. Жұмыста әріптестеріммен, көршілеріммен, тіпті отбасымызда да, біз неміс отбасы болсақ та, өзара тек қана мемлекеттік тілде тілдесіп жүрміз. Бүгінде Қазақстанда бір шаңырақ астында өмір сүріп жүрген түрлі ұлттар мен ұлыстардың бірлігі, ынтымағы басқа мемлекеттерге үлгі болары сөзсіз. Қазақ тілінің майын тамызып сөйлейтін Светлана қазақ жерінің нағыз патриоты екені анық. Кейде қазақша сөйлеуге ұялатын, қазақ тілін менсінбейтін бауырларымызды көріп, жанымыз ашиды. Сондықтан мемлекеттік тілді ерекше қадір тұтатын азаматтар көп болсын дейміз. Ал Светлана қарындасымызға қазақ тіліне, қазақ еліне деген құрметі үшін алғыс білдіреміз.